Биылғы әдістемелік нұсқаухатта жасанды интеллектіге ерекше көңіл бөлген. Дәл сол жасанды интеллектілерді талдайтын боламыз. Мінекей қарап тұрсақ, бөліп анық жасаған екен, және де мұнда сілтемелері бар, және де не істейтіні, міне мазмұны. Мысалға, мына жасанды интеллектілер зерттеулерді жинау, жүйелеу, аннотациялау, дәйектеу және бөлісу құралдары дейді. Толығымен көріп шықсаңыздар болады. Мінекей толығымен осында жасалған екен. Енді екі-үшеуін айтып шығайық. Мысалға, дефит деген мұғалімдерге арналған жасанды интеллект не істейді? Бұнда саралау тапсырмаларын жасайды екен. Мынаны маған, мысалы, мен қазақ тілі 5-ші сынып саралау тапсырмасын бер дедім, деңгейлік тапсырма десек те болады. Секундта дәл осындай тапсырмаларды жасап бердім. Мынау қиып алынған, слайдқа салынған. Одан кейін ары қарай Смодин деген ерекше тағы бір жасанды интеллекті бар екен. Ол да дәл осылай бізде плагиатқа тексереді, оқушылардың жасаған жұмыстарын жасанды интеллекттен немесе интернеттен алғанын тексеру үшін дәл осындай жасанды интеллект бар екен. Оны мысалға мына жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушының жазған жұмысын суретке түсіріп алып осында қоюға да болады. Одан кейін бір қызығы тегін грамматиканы тексеріп береді екен. Одан кейін мұнда кейде мысалға бізде оқушылар сөйлемді дұрыс құрамай жатады ғой. Мысалға мектепке келдім дегенде келдім мектепке деген сияқты. Дәл осылай бұл жерде де жасап береді екен. Енді өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты қолдана бересіздер ғой, оқушыға қолдандырсаңыз да, енді өзіңіз білесіз қалай жасайсыз. Одан кейін мында енді ChatGPT, GAMAP, енді оның барлығын білетін шығарсыздар, бірақ көбі мына жерде енді мен кеше қарап көрдім, біразы ақылы екен. Ақылы емес, тегін нұсқаларымен де бар. 10 сабақ солай беретін. Бірақ көбі ақылы жасалған екен. Ақылы болғанда $10 басталады кейбір жерлерде. Жасанды интеллектілерді қолданып сабағыңызда білгіңіз келсе, комментарий бөліміне курс деп жазыңыз, біз сізге жауап беретін боламыз.